Баршаңызға сәлем. Мен уәде еткендей, енді біз жаңа әуенді үйренетін боламыз. Бұл фортепиано ойналатын өте танымал әндердің бірі, яғни Людвиг ван Бетховеннің «К. Элизия» атты шығармасы. Бірақ та алдын ала ескертіп қояйын, біз толық шығарманы үйренбейміз, тек бір бөлігін ғана үйренетін боламыз. Енді әуеннің үйренуіне келетін болсақ, бұнда біз екі қолды бөлек үйренбейміз, себебі олар бір-бірімен жалғастырады бір-бірін және де тығыз байланысты. Сол себепті біз екі қолды да бірге үйренеміз. Яғни біз ең басында әуен оң қолдан басталады. Енді ля нотасына келгенде, сол қолдың әуені басталады. Енді жалғастырамыз. Ми, соль диез. Енді манағы бастапқы ля, ми, ля. Енді ми нотасын өзін ойнаймыз. Енді манағы әуен қайтадан қайталанады. Енді өзгешелік ре, до, си. Мұнда ля нотасы, мұнда до нотасы екеуін бірге басамыз, бірақ мұнда әуен сол қалпы ля, ми, ля болады. Енді осы басынан бастап әуенді тағы да екінші рет қайталаймыз. Енді біз осы әуеннің келесі бөлігіне көшейік. Бұл бізде си нотасынан басталады. Мұнда ми нотасы, ал мұнда до нотасы болады. Соль. Мұнда да соль. Енді фа. Мұнда ля нотасы. Енді ми болады. Мұнда да ми. Яғни байқасаңыздар, біз басында соль нотасын бастасақ, кейін түсеміз бір нотаға. Міне тағы да түсу. Осылай жаттау оңайырақ болады. Ал енді осы бөлікті тағы да қайталап жіберейік. Енді осы жерден кейін әуеніміз бізде қайталанады. Бұнда бірақ өзгешелік, басындағы әуен шамалы өзгешелік, яғни біз ми нотасынан бастамаймыз, ал керісінше мына нотадан бастаймыз. Және де бұл бізде 6 рет қайталанады. 5, 6. Енді әуен тағы да қайталанады.
менен биздин экинчи сабагыбыз да аякталды. Сиздерге үйрөнүү кыйын болмайды деп сенемин. Сиздерге сәттүүлүк тилеймин және де сау болуңуздар.